көмектеспесе, мен өзіме сұрақ қойдым. Медицинадан басқа еш нәрсе көмектеспесе, мен ары қарай осындай баламен қалай өмір сүремін. Кәусар дүниеге келгелі толқын 360 градусқа өзгерді. Қазіргі толқынның сол үлкен жолын бастап берген Кәусар деп айтсам да қателеспеймін. Ең біріншіден Кәусар дүниеге келгеннен бастап мен жаловаться етпеуді үйрендім. Әрине, бастапқы уақыттар қиын болды, бастапқы уақытта қабылдамау болды, қарсыласу болды. Мүмкін емес, мен ондай бала туым мүмкін емес, менің балам ондай қандай да бір диагнозының бар болуына мен лайықты емеспін деген қарсыласу өте үлкен болды. Бірақ уақыт өте қабылдадық. Қабылдау процесі менің өзімнің білім жолында, мамандық алуыма әкеп тіреді. Бастапқы 5 жыл бойы біз тек қана медицинадан іздеп жүрдік. Ем шарасының барлығын үнемі реабилитация жасап, мысалға әртүрлі емді ала беріп, одан кейін бір нәтижеге жетеміз деген, ол тек қана сондай бір иллюзорный неде жүрдік та, ұмтылыста. Бастапқы 5 жыл жүріп кетеді, сөйлеп кетеді деген. Кейін барып бір 5 жылда менде сондай бір өз-өзіме сұрақ қойдым. Медицинадан басқа еш нәрсе көмектеспесе, мен ары қарай осындай баламен қалай өмір сүремін. Кәусарға қараған сайын, әр күн сайын ол жай ғана жүрмесе де, сөйлемесе де, өмірге қуанғаны, тамақ ішкен кезде сол дәмді екен деп айтқаны адамның кәдімгі бақыты оның жүріп тұруына байланысты емес екенін, адам бақытты болуды таңдау жасайды екенін мен кәдімгідей түсінген болармын, түсіндім деп ойлаймын. Одан кейінгі перзенттерімде мен енді бәрібір ана болғаннан кейін шаршаймыз, дегім келеді, сендер шуламай ойнаңдар дегім келеді да, сондай нәрсені бүйтіп мына жеріме келіп айтқым келіп тұрады да, содан кейін барып деп өзім тоқтатамын. Жоқ, мен осылардың ойнап күлгеннен шаршайыншы одан да деген нәрсе тұрады да. Сондықтан да Кәусар жалпы менің өмірімдегі ең үлкен құндылық, ең үлкен сый. Өз-өзіме сұрақ